Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы бұрынғы Торғай уезінің Тосын болысы, яғни қазіргі Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы Ақкөл ауылында дүниеге келген. 1882-1884 жылдары ауыл мектебінде оқыды. 1890 жылы Торғайдағы 2 кластық орыс-қазақ училищесін, 1895 жылы Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітірген. 1895-1909 жылдары Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі мектептер мен орыс-қазақ училищелерінде мұғалімдік қызмет атқарады. 1909 жылы патша үкіметінің саясатына наразылық білдіргені үшін Семей түрмесіне жабылып, 1910 жылы жер аударылды. 1913 жылы Орынборда қазақ газетін ұйымдастырып, 1917 жылдың аяғына дейін оның редакторы болды. Патша үкіметі құлатылғаннан кейін ұлт-азаттық қозғалыс күшейеді. 1918-1919 жылдары Алашорда қатарында болады. 1919 жылы маусымның 24-інде Қазақ өлкесін басқаратын әскери революциялық комитеттің мүшелігіне тағайындалады. 1922-1925 жылдары Қазақстан халық ағарту комиссариаты жанындағы ғылыми әдеби комиссияның төрағасы, халық ағарту комиссары, бүкіл ресейлік орталық ағарту комиссияның мүшелері, Түркістан компартиясы, орталық комитетінің органы Ақжол газетінде қызметкер болып қызмет атқарады. Ақынның 40 мысал атты аударма жинағы 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрді. Ахмет Байтұрсынұлының екінші кітабы «Маса» атпен жарияланды. Қазақ салты, қазақ қалпы, досыма хат, жиған терген, тілек батам, жауға түскен жан сөзі, бақ, тағы да басқа өлеңдерінің мазмұны өте терең. Кітаптың ішкі сазы мен ой-өрнек сөз орамы қазақ поэзиясына тән өзіндік жаңалық, ерекше өзгеріс әкелді. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ әдебиеттану ғылымы мен әдебиет тарихы жөніндегі тұңғыш көлемді еңбегі әдебиет танытқыш деп аталады. Ол 1926 жылы жарық көрді. Бұл суретте Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов және Міржақып Дулатов, Алашорда мүшелерінен қатарына енген ақын жазушылар. Бұл Ахмет Байтұрсынұлының суреті Қазақстан пошта маркаларінде белгіленген. Қостанай қаласындағы Ахмет Байтұрсынов атындағы мемлекеттік университеті. Ең алғашқы сурет Қостанай қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлының ескерткіші. Екінші сурет Алаш аллеясындағы Ахмет Байтұрсыновтың ескерткіші. Енді сіздерге теориялық тапсырмаларды оқи отырып, теориялық материалдарды саралай отырып, келесі тапсырмаларды орындауды ұсынамын. Бірінші тапсырма: сөздерді жазып алып жаттаңыз.
Первое задание. Запишите новые слова и выучите наизусть. Ұлтшыл, националист, қоғам қайраткері, общественный деятель, тіл білімі, языкознание, тіл білімінің атасы, родоначальник языкознания, беделді, авторитетный, ағартушылық жол, просветительный путь, іргесін қалаушы, основатель, айып, обвинение, мақтанышы, гордость, жер аударылады, был сослан. Екінші тапсырма. Дұрыс сөйлем болса, иә, дұрыс емес болса, жоқ белгісін жазыңыз. Вам даны утверждения. Если утверждение правильное, рядом пишите ответ «да». Если неправильное, то пишите ответ «нет». Первое предложение, бірінші сөйлем. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай облысының Қызбел атырабында дүниеге келген. Екінші, 1909 жылы Қазақ газетінде редактор болып қызмет атқарады. Үшінші, 40 мысал жинағына аудармалар енген. Төртінші, Маса кітабына енген өлеңдер жеке бастың мұң шері, тұрмыс салт суреті айтылады. Бесінші, 40 мысал жинағы 1909 жылы басылып шықты. Үшінші тапсырма, лекция бойынша сөз жұмбақ жасаңыз. Вам нужно составить кроссворд по данной лекции. По данному теоретическому материалу составляете вопросы на ключевое слово Ахмет Байтұрсынов. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Тапсырмаларды орындап, уақытылы жіберсеңіздер болады. На этом наше сегодняшнее задание подошло к концу. Выучите новые слова, изучите теоретический материал и выполните все задания.